Армысыздар, Өркен медиа арнасында жаңалықтар уақыты. Студияда Жансая Мейрамқызы, алда көретіндеріңіз. Есепті кездесу. Қала басшысы Сапар Сатаев балқаштықтармен жиын өткізіп, атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Сараптама жүргізді. Балқашқа облыстан экология департаментінің мамандары келді. Республикалық турнир. Қалада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Мейрам Боранбаевты еске алуға арналған кикбокс турнирі өтуде. Қала әкімі Сапар Сатаев балқаштықтармен есепті кездесуін өткізді. Жиында қала басшысы биыл атқарылып жатқан жұмыстар барысын баяндады. Өзіміздің жоспарлаған орташа жолдарымыздың, Балқаш қаласының жолдарын жөндеу, орташа жөндеу жұмыстары 60%-ға аяқталды. Тағы да 40%-дай бір 4-5 көше бітпей тұр. Оған да өз себептері бар. Қазір өзіна су тартып атқан мердігерлер сол жерде өзі тиісті жұмыстарын аяқтап келе жатыр. Соның бітірісімен орташа жөндеу жұмыстарын, асфальт төсеу жұмыстары басталады. Қазіргі таңда бордюрларын салып, басқа да астын түзеп, сондай мәселелерді жүргізіп жатыр. Сондай-ақ көл жағалауында су құбырын тарту, суару жүйесін жасау, көлді тазалау жұмыстары жасалуда. Келер жылы жағалауға толығымен абаттандыру жұмыстары жүргізілмек. Бірінші кезеңге бөлінген 1 миллиард қаржыны игеруге тырысамыз, деді қала басшысы. Келесі 24 жылы қалған 1 миллиард бөлінеді. Екінші кезең, көл жағалауының екінші кезең, оның несі конкурстары ойнатылып жатыр. Оған өз себептері болды. Алдында ойнатылған конкурсы заңға сәйкес келмей, шартты бұзуға тура келді. Қазір жаңадан конкурс ойнатып отырмыз. Өткен кездесулерде тұрғындар қаламызда үлкен спорт зал ашылса деген ойларын жеткізген еді. Қала басшысы қазіргі таңда ондай кешен ашуға қаражат жетіспейтінін және себептерін атап өтті. Өздеріңіз білесіздер, сондықтан тиімді пайдалану мақсатында біз Металлург стадионында физкультурно-оздоровительный комплекс бар, біздің спорт кешені. Сол жерде футбол ойнайтын алаңдар бар. Ол футбол ойнайтын алаңдар стандартқа, бұлай жақсылап қараса стандартқа сай келмейді. Сондықтан олардың бәрін біз күрес залға ауыстыратын боламыздағы облыстық басшымен сөйлесіп отырмыз. Қазір 2 ангардного типа многопрофильный не салатын, спорт зал салатын боламыз. Ол жерде жаңағындай волейболда, футболда, баскетболда, басқа да мерекелерді өткізе беретіндей. Оны қазір жаңағындай оған бір құрылыс жасап, үлкен бір ғимарат салып қажеті жоқ. Қазіргі бәрі ангардный типқа көшіріліп жатыр. Жылуын өткізіп береміз. Сонымен ангардный типі 2 спорт комплекс салып береміз деп жоспарлап отырмыз. Су құбырын ауыстыру жұмыстары келер жылы да жалғасатын болады. Қазіргі таңда сырттан келетін су құбырларын ауыстыру жұмыстары қарқынды түрде басталып кетті. Қараша айының басына дейін аяқтау жоспарлануда. Сол кезде біз қалаға келетін қысымды, судың келетін қысымын көтере алатын боламыз. Ол жаңағы қалада жаз айында жоғарғы қабаттарға жетпей қалатын жаңағы су қысымын шешеді деп, сол шешетін бір жолы, ол бірінші жолы. Соны қазіргі қарқынды сол уақытта жұмысты бастадық. Жеке қабылдау кезінде тұрғындар тарапынан көп қабатты үйдің жертөлесіне толған кәріз суы жөнінде шағымдар түскен. Қала әкімі шағымдар бойынша мердігер ұйымның белгіленіп, қыс түскенге дейін кәріз суы ағатын құбырларды ауыстыру жұмыстарын ретке келтіреміз деп сөз берді. Қазіргі таңда абаттандырылуы тиіс 18 ауланың 9-ы толығымен дайын. Қалған аулалар бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар спорттық алаңдар, жеке бізде балалар ойнайтын алаңдан басқа спорттық алаңдар бар. Сол спорттық алаңдар бойынша жаңағындай 3 алаңды биыл күрделі жөндеу жұмысын өткізетін боламыз. Оны орташа жөндеу жұмысы емес, күрделі жөндеу жұмысы өткіземіз. Оның жаңағы несін сыртқы қоршауын қазіргі уақытқа сай биіктетіп 3,5-4-5 метрге дейін көтеріп қалың темірден салатын боламыз. Оны қазір өзі қалада бұрыннан салынған өзі анандай уголокпен, сосын анандай реабилитация сетка салынады. Ол доп тисе жыртылады, ашылады, сосын оның арасына доп кіреді, жыртылады. Сонымен кішкене түрлері бәрі онша болмай тұрады. Сондықтан одан ауысып, қазір оны күрделі жөндеу өткізетін боламыз. Биылғы жылы үшеуін жөндеп береміз.
ендігі 24 жыл тағы да 5-6 алаң жөндейтін боламыз. Саяқ кенті бойынша күрделі мәселе ауыз су. Ол бойынша биылғы жылы 500 миллион қаражат бөлініп, 13-8 шақырым су құбырлары ауыстырылды. Айта кету керек, 5 қазан күні Саяқ кенті және қала бойынша су тоқтатылады. Себебі 13-8 шақырым ауыстырылған су құбырларын ескі құбырға қосу жұмыстары жүргізілмек. Соған судың жаңағы толықтай суды ағызып, насостар тоқтатуға тура келіп тұр. Сол тоқтатуды пайдаланып, қала бойынша біздің өзіміздің басты насосный станция дейміз, ГНС главный насосный станция. Сол жерде қазіргі таңда келісім шартты Қарағандының мердігерлерімен отырдық. Ол жерде біз жаңағы нелерін, подстанцияның ячейкаларын, жаңағы трансформаторларын бәрін ауыстыратын боламыз. Жаңадан саламыз. Биылғы жылы соны жаңадан саламыз. Сонымен қатар Қазақмыстың берілген ақшасы бар, сосын біздің өзіміздің бөлінген ақша бар. 100 миллиондай ақша бөлінген. Соған біз қосымша осы қалаға су нетіп, качать етіп, жеткізетін насос, 2 насос заказ бердік. Ол насостың жаңағы шыққан жерлері Австралиядан шыққан, сол компанияларға шығып, солармен жаңағындай келісім шартқа отырып, қазір ол насостар осы қарашаның 10-15-не дейін келеді. Жиын барысы тұрғындар тарапынан қойылған сұрақ ұсыныстармен жалғасты. Тоқтамысқа көшесі бойынша жаңа су құбыры жүргізілген болатын. Бірақ 111 жылға келген кезде ол водопровод 2 жүйеге бөлініп, жаңағы қалған көшені айналып кеткен болатын. Қалған 15-20 жылға шақырым су жаңа водопровод жүргізілген жоқ. Енді біз олардан барып сұрайтын болсақ, жаңағы жүргізіп жатқандардан біз 1-2 адамнан сұрағанбыз, олар біз өткізіп алдық, бізге керек жоқ деп айтты. Сонда ортада қалған үйлер қайда қалды? Сізде су жоқ па? Үйде су жоқ па? Жоқ, бар. Бірақ біз жаңағы тартып алған үйлерге гараждар өтеді бұрынғы проект бойынша. Біз соларды алып отырмыз. Ауыл труба 20-ка жаздың кезінде мүлде огород соратын уақытта даже біреуіміз бет-қолын жуса, біреуіміз даже ыдыс-аяқ жуылмайды. Корректировку вносить заранее заложено. Жақсы, бұл мәселе бойынша біз қазір айттық па, біз проект корректировка жасап отырмыз, сол жерде кіргізіп тартып беретін боламыз бұл мәселе бойынша. Бұл корректировка проектқа кірмейінше бұл жерге мемлекеттік ақша жұмсауға болмайды. Тексеріс ол қате болады. Жұмсалған ақша қайтарған төлеген адам алла сақтасын сотталады, жұмыстан шығады, сондай мәселе болып шығады. Аяқ солай еді, сондықтан құжаттарды толық істеп алады. Дұрыстап, содан кейін барып істеп береміз. Жаңағындай бір қателіктер болса, кешірім өтінеміз, жылдан арада оны істеп беруге тырысамыз. Әл-Фараби атындағы жалпы білім беретін мектепте Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері Қамар Ихласқызы Адамбековаға арнап КСРО білім беру ісінің үздігі мемориалдық тақтасы салтанатты түрде ашылды. Енді Қамар Ихласына Адамбекованың есімін, ол кісінің жасаған қызметін білмейтін адам кемде-кем шығар. Ол кісінің есімі тек қана біздің қаламыз емес, облыс көлеміне, республика көлеміне танымал, ұстаздардың ұстазы, ұлағатты ұстаз. Осы мектепте іргетасын қалаумен қатар қаншама шәкірттерін дайындап шығарды. Біз бүгінде Қамар Ихласына өте бақытты адам деп айтамыз. Өйткені ол кісінің мыңдаған шәкірттері біздің қазір тәуелсіз мемлекетіміздің түпкір-түпкірінде қызмет жасауда. Ескерткіш тақтаның ашылу салтанатына қала әкімінің орынбасары, ардагерлер, ұстаздар мен мектеп оқушылар қатысты. Ескерткіш белгі мектептің қасбетіне орнатылған. Қамар Адамбекова 1942 жылы дүниеге келген. Еңбек жолын пионер вожатый, кейін Қарағанды қаласындағы 74-ші мектепте бастауыш сынып мұғалімі болып жалғастырған. 1969 жылдан бастап Балқаш қаласында мұғалімдіктен мектеп директорына дейін еңбек етті. 29 жыл бойы 16-ші мектептің директоры болған. 19 жыл Қарағанды облыстық мәслихатының депутаты болып, халқына адал қызмет еткен жандардың бірі. Но мама всегда ориентировалась на своих родителей. Она их очень любила и всегда почитала. В Алмате, в Доме писателей Союза писателей Казахстана, есть мемориальная доска ее отцу, Адамбекову Ихласу. Он писатель, поэт,
военного времени и погиб под Москвой. В то же время есть и второй мемориал, также отцу. Мама ездила на открытие, это в Шецке, там, где родился. Балқашқа облыстың экология департаментінің мамандары келді. Осымен 3-ші жыл қатарынан зертханашылар көл суын сараптама арқылы қадағалауда. Мониторингті әсіресе демалыс орындары Шұбар Түбек, Торанғалық жағалауында өткізуде. Айтып өту керек, соңғы 2 жылдың қорытындысына сай, судың құрамы қанағаттарлықтай оң нәтиже көрсеткен. Жемчужина, аква на другом берегу. Жоспарымызда медиастанцияға бет бұрып, Жемчужина, аква көл жағалауларынан да тиісті сынама алуды қарастырып отырмыз. Қазір міне қалалық жағалаудан келе жатырмыз. Жалпы былтырғы жылдарда судың жағдайы жақсы болды. Сапасы тиісті 3 классқа сәйкес келді. Тек сульфат пен хлорид көптеу болған еді. Алайда бұның зияндылығы жоқ. Себебі бәріңізге мәлім, көлдің өзі тұщылау келмей ме? Жалпы экологиялық тұрғыда көлдің жағдайы жақсы екендігі бізді қуантады. Шаштараз өнері өте шығармашыл және сұранысқа ие мамандық. Осы мамандық иелерінің жұмысы шашты күтумен шектелмейді. Шаштараз сурет саласында білімі болуы өз алдына бас және бет пішіннің суретін салу дағдысын игеруі керек. Балқаш сервис колледжінің қабырғасында шаштараз стилист мамандығында оқитын студенттердің көрмесі өтті. Мамандықтың негізгі пәні арнайы сурет және көркем графика пәнінен педагог зерттеуші Гүлхайыр Әлібаева дәріс береді. Оқытушының білім мекемесінде қызмет етіп келе жатқанына 15 жыл болған. Бұл көрменің мақсаты студенттердің жасаған шығармашылық жұмыстарымен таныстыру. Негізгі пән болып саналады спецрисунок, художественная графика, парикмахерлардың негізгі пәні. Сондықтан бұл кісілер өздері студенттер шығармашылық жұмыс жасады. Бұл жаңағы шығармашылық жасаған міндеттері ол жаңағы студенттер өздерінің жаңағы профессионализмдерін көрсете білді. Парикмахерлар тек қана шаш қию емес, олардың мақсаты сурет салуды білу мақсаты бойынша осындай жұмыстарды көрсетіп отырмыз. Бүгінгі таңда шаштараз мамандығында 21 студент оқиды. Еңбек нарығында үнемі сұраныста болатын мамандық әрдайым жаңа нәрселерді білуге мүмкіндік береді дейді студенттер. Это мои работы. Бұл менің 1 жыл бойы жасаған жұмыстарымның нәтижесі. Арнайы графика біздің негізгі пәніміз. Жұмыстарыма қарасаңыздар, кезең бойынша салынған адамның бет пішіні, мұрнының пішіндерін көресіздер. Яғни белгілі бет пішінге қандай шаш үлгісі келетіні бейнеленген. Балабақша бала үшін екінші үй. Өйткені балалар мұнда уақытының көп бөлігін өткізеді. Тәрбиешінің басты міндеті баланы қызықтыру, жағымды эмоциялар сыйлау және білім беру. Осы аптада елімізде тәрбиешілер күні атап өтіледі. Тәрбиеші баланың өмірінде анадан кейінгі алғашқы ұстаз. Бүгін Ертөстік бөбекжайының тәжірибелі тәрбиешісі Тамара Шанайхан қызының жұмысымен танысып қайттық. Тамара Шанайхан қызының әр таңы әр үйдің кішкентай еркелерін жылы шырайымен күліп қарсы алудан басталады. Әр баланың көңіл күйін бағамдап барып тілдесу, құшағына алу, сырт көзге күнделікті іс секілді көрінгенімен мейірімге толы сондай жылы көрініс. Тәрбиешінің осы салада еңбек етіп келе жатқанына 9 жылдың көлемі болған. Информатика пәнінің мұғалімі кішкентай бөбектерге деген мейірім мен махаббаты артып, осы салаға бет бұрған. Мектепте мұғалім жасап жүрген кезде бұл мамандыққа өзімнің сол 2 кішкентай қызымның жаңағы тәтті қылықтарыменен осы балаға деген мейіріммен келген шығармын. Осы балаларға көбісі мейірімділікті бөлемін, өйткені мейірімді болса біздің әлеміміз осы мейіріммен көркейеді деген ойдамын. Бұл мамандыққа келген себебім сол балаға деген бір махаббатым шығар.
Анасының артынан ерген балапандар секілді барлығы тізіліп тәрбиешінің соңынан еріп күнделікті таңғы жаттығу жасауға барады. Музыкалық жетекшінің көмегімен әнге еріп жаттығуларын жасағаннан кейін таңғы астарын ішеді. Одан кейін ұйымдастырылған сабақтары басталады, міндетті түрде серуенге шығып келіп ойындар ойнайды. Оқу білім ағарту министрлігінің стандартына сай қазіргі білім беру методикамыз өте жеңіл. Ойын түрінде өткіземіз сабақтарды. Бұл салада әртүрлі конкурстарға қатысып, өзіміздің білімімізді ары қарай жетілдіріп отырамыз. Конкурстарға қатысып отырамыз, курстар оқып, өзіміздің біліктілігімізді арттырып отырамыз. Қошақан мектеп-алды тобында 22 бала бар. Балғындарға сауат ашу, математика негіздері, сөйлеуді дамыту және жетекшімен қазақ тілі сабақтары оқытылады. Өте жақсы балаларымыз. Жаңағы орыс ұлтының баласы да бар, қазақшаға өте жақсы бейімделеді. Қазақ тілінде жақсы сөйлеп жатыр. Бір-біріне деген мейірім, бір-біріне деген бауырмашылықтары бар, бір-біріне деген жан ашып тұрады бұлардың. Сол қасиеттерін ары қарай дамытып, еліміздің болашақ азаматтарын тәрбиелеп жатырмыз. Біздің апайларымыз күшті и даже бізге далаға апарады, сабақ өтеді, би өтеді, музыкальный барады, өлең айтамыз, биге барамыз, қазақ тілінің сабаққа барамыз. Біздің апайларымыздың аты Тамара Санайхановна. Садикке барған ұнаймай сендерге? Иә. Садикте не үйренесіңдер сендер? Сабақ. Сосын тағы? Өтеміз. Сосын? Өлең айтамыз. Апайларын жақсы көресіңдер ма? Иә. Балалар әртүрлі бала болады. Мысалға біреудің тұңғышы, біреудің еркесі, әртүрлі балалар таңертең келген уақытта енді мінездері әртүрлі болады. Ол баланың барлығын сол еркелетіп, әрқайсысына баланың көңілін табуға тырысамыз. Тәрбиешінің мол тәжірибесі мен біліктілігіне әріптестері де куә. Тамара Шанайханқызы мен бірге бір топта жұмыс жасаймыз. Ол кісі осы өскелең ұрпаққа өзінің мейірімділігімен, парасаттылығымен, балаларға деген көзқарасы өте жоғары. Ол кісінің берер тәжірибесі мол деп атаймын. Білімді, білікті маман. Тағы да айта кетерім, осы барлық тәрбиешілерді, өзім әріптестерімді балабақша ұжымын төл мерекесімен құттықтағым келеді. Барлықтарын еңбекте шығармашылық, табысты, осындай жас өскелең ұрпақтарымыз өсе берсін, өне берсін дегім келеді. Бата жиғыйым, үштен болса миғыйым, ықыласпен қолдайсам, ақтайықты түгейім, дастархан мол болсын, денсаулығың зор болсын. Жансая Мейрамқызы, Ержан Бекенов, Өркен медиа. Қалада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Мейрам Боранбаевты еске алуға арналған кикбокс турнирі басталды. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен спортшылар жиналды. Жеңімпаздар әлем чемпионатына жолдама алатын болады. Бәсеке 30 қыркүйекте аяқталады. Шын мәнінде елдің намысын қорғайтын, елдің атын шығаратын, және де патриоттық сезімді оятатын, жастарға үлгі болатын үлкен жарыстың бірі. Сол жарыс осы Балқаш қаласында өткізіліп жатыр. Спорттық шарада Мұғаз Абдрахманға спорт шеберіне үміткер куәлігі, ал Нұрсұлтан Сәтиевке Қазақстан Республикасының кикбоксингтен спорт шебері сертификаты табыс етілді. Кикбоксингтен Қазақстан Республикасының спорт шебері атағы Сәтиев Нұрсұлтан Ерланұлына беріледі. Соны табыстауымызға дегендер. Сәтиев Нұрсұлтан, қошеметтеріңіз құрметті балқаштықтар. Кикбоксингтен спорт шебері атағы беріліп жатыр. Қошеметтеріңіз. Бүгін енді міне үлкен жарыс басталды. Сол салтанатты
ашу құтты болсын. Енді міне Қазақстан осы турнирдің мағынасы ең мықты спортшылар деп аталады. Сол енді мақсатты іріктеу алуға біздің алдымыздағы қараша айында әлем чемпионаты болады. Португалия мемлекетінде, Лиссабон қаласында. Соған мықтылардың арасынан мықтылар іріктеліп, біздің құрама командамен соған іріктеліп отыр. Қазақстандағы ең мықты спортшылар қатарынан көрінген Ақжол Қосыбаев та өз бағын сынауда. Ол жарысқа Маңғыстау облысынан келген. Қазақстанның 2 дүркін чемпионы кикбоксингтен әлем чемпионатының күміс жүлдегері. 7 жылға жуық шұғылданып келеді. Бүгін енді Алланың қалауымен жартылай финалға шықтым. Енді алдағы мақсат әлем чемпионатын жеңіп алу. Ауылыма Маңғыстауға бірінші орында апару. Сәттілік тілеймін, өзіме жеңіс. Сәттіліктеріме сәттілік, өзіме жеңіс қой, бірінші орын. Қасыма келген бауырларыма сәттілік тілеймін, Маңғыстаудан келген бауырларыма. Жаңалықтарымызды сауалнама айдары жалғасын. Қазақстанда болашақта білім грантына қатысты өзгерістер болу мүмкін. Жоғары білім және ғылым министрлігі 2037 жылдан бастап гранттар санын азайтуды меңзеп отыр. Ал есесіне келесі жылдан бастап келешек бағдарламасы іске қосылмақ. Яғни ата-аналар балаларының болашағы үшін ай сайын есеп шотына ақша салып отыруы тиіс. Ал бұған балқаштықтардың ойы қандай, өздерінен сұрап білейік. Каждому ученику важно иметь грант. Не каждый может финансово выйти из этой ситуации. И думаю, это и родителям большая помощь. Получается то, что государство всю ответственность дает нам. А как тогда справляться? Не у всех это получается. Не у всех большая зарплата. Аттестауға болмайды оны грант. Грант аттестауында и білім де болмайды. Қазір ана университетте кім оқиды? Ақшалы балалар оқиды. Анандай жас, білімі бар балалар түсе алмайды. А грант болса түседі. Сол үшін грантты аттестау ол жаман үрдіс. Грантта енді бәрі нелер жағдайлар жетпеген адамдар болса, онда грант болу керек. Себебі сен ешкім оқи алмауы мүмкін. Мен ойымша дұрыс емес, өйткені ақша төлеп кіру жаман. Қиынға соқтырады, қиынға соқтырады. Себебі студенттер грантқа түсем деп, ақылды білім алам деп өзіне мотивация. Ну, я считаю, что это неправильно, как бы всю жизнь. Зато у детей будет возможность поступить на грант. Многие на это надеются. У меня племянник тоже хочет поступить на грант. Ну, я как считаю, что это неправильно. Конечно, не хотелось бы, чтобы они так сделали. Оған біз келіспейміз. Грант болу керек болашақ балаларға. Өйткені білімді болу керек. Грант алып тастауға ол дұрыс емес. Мен оған қарсымын. Қазіргі зарплатаға байланысты. Адамдардың зарплатасы жете ме, жетпей ме, оған да қарау керек қой. Күнделікті өмір бар. Ол сосын қайтан жабылатын шығар. Өйткені жыл сайын жаңадан заң шығарады. Ол енді может быть тоже жабылып қалатын шығар, ол болмай қалатын шығар ол. А грант деген ол бұрыннан келе жатқан, енді ол дұрыс қой бөлінуге. Егер бала, тем более мектепті жақсы бітірсе, жаңа бағалары жақсы болса, грантқа түсу керек ол бала, грант бөліну керек. Это уже плохо. Ну вот хорошо, кто-то в состоянии, кто-то не в состоянии. А получается так, кто в состоянии, у них денег много, их они так пройдут. А вот некоторые умные молодежь, грамотная, хочется учиться, а денег нет. Вот они ходят иногда грузчиками, работают, еще что. Вот это надо отменить всякие эти. Балаларды оқытуға өте қазір осындай заманда қиыншылық қой мысалы. Ақпараттар легі осындай болды. Біз өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.